Баршаңызға сәлем. Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге мужской воротникті қалай пішуін көрсетемін. Бұл воротник кез келген қыз балдар, әйел балдар, кішкентай балдарға өте керемет рубашкаға жарасып тұрады. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Ұнаса инстаграмға тіркеліңіздер, комментарияға жазыңыздар, қандай воротникті үйренгілеріңіз келеді пішім. Жағамызды салу үшін мойнымыз 17-17-ге 5 қосып алдық. Міне жерден 2 сантиметр, былай қарай сызып алып, бүйірге 4 сантиметр саламыз. Мінеден 1, міне жерден 5. Мінекей бір-біріне қосамыз. Енді міне ағыда 5 сантиметр, міне жоғар жағыда жаңа айтқандай 5 сантиметр. Міне осылай жағамызды пішіп сызып алдық. Қазір қырқуын көрсетемін. Міне осылай қырқып аламыз. Міне жағаның үстіңгі жағын салу үшіношымыз 17-ге 1 қосып, 18 қылып алдық. Бұлай 7, бұлай да 7 алып, екеуін қосамыз. Енді мына жақтан 2 сантиметр алып, оны 18-ге қосамыз. Енді осы 18-дің тұсынан тіке де алуға болады, қиғаш, өте қиғашты алуға болады, жұмырлап да, міне 3 түрлі жаға. Мінекей осындай 3 түрлі жаға шықты. Мінекей воротнигімізді пішіп аяқтадық. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басып, келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін комментарияға жазыңыздар, келесі түсірілімде қандай жағаның пішімін үйренгілеріңіз келеді. Инстаграмға да тіркеліп алыңыздар. Келесі түсірілімде кездескенше.